Сәлем достар, бүгін бесікке жастық жасаймыз осындай, және де ортопедикалық жастық. Бұл ортопедикалық жастық баланың басын түзеу ұстау үшін қажет болады. Ең алдымен біз ескесін тұрғызып аламыз. Бірінші жай жастықтікі, екіншісі ортопедикалық жастықтың өлшемдері. Ортопедикалық жастықтың өлшемдерінің бұрыштарын біз дөңгелетеміз. Және де астыңғы-үстіңгі бөліктерін ақырын 2 сантиметрге кіре отыра ойықтаймыз. Ал жанғы бөліктерін 4-3 сантиметрге кіре отыра ойықтаймыз. Көбелекке қысау қажет болады. Ортасына дөңгелек сызамыз, оны қазір түсіндіремін. Жалпы жастықтардың ені бесіктің еніне тең болады. Менде 31 ені болды, бірақ мен 30 алдым. Ал жалпы биіктігін 30-35 қылуға болады жастықтың. Дөңгелек пен астыңғы бөліктің арасындағы арақашықтық 4 сантиметрге тең болуы міндетті. Себебі бүлдіршіннің мойны орташа есеппен сондайға тең болады. Ал дөңгелектің диаметрін біз 10-11 сантиметр қылып аламыз. Пішетін кезде міндетті түрде жан-жағына тігіске 1-1,5 сантиметрден алып отырамыз. Осылайша мен 2 түрлі матадан жасадым. Астыңғы бөлігі қанық түстен болса, үстіңгі бөлігін ашық түстен қылдым. Ортопедикалық жастықты аламызда 4 бүктеп барлық бөліктерін жан-жағын дөңгелетеміз және де ойықты ойып аламыз. Видеода көрсетілгендей. Және де 10-11 сантиметр дөңгелекті сызып аламыз. Сіздерде егер сондай сызатын зат болса, сызып алуға болады. Жан-жағын тігеміз, бір соңғы бөлігін қалдырамыз ашық, астыңғы бөлігін. Жастықтың ең астыңғы бөлігін қалдырамыз. Бекітіп аламыз инемен және тігіп шығамыз. Міне, соңғы астыңғы бөлігін ашық қалдырып, жастығымызды оң қаратып айналдырамыз. Және де бұрыштардың барлығын жақсылап шығарамыз. Және дөңгелекті айналдыра тігіп тастаймыз. Сыртынан жастықтың. Енді мақтамен жұмыс істейміз. Мақтаны үлпілдете отырып, әр қайсысын айырып аламыз, жақсылап, және оларды біртіндеп мамықтата отырып, жастығымызға салып шығамыз. Оларды түйіліп қалмасы үшін шағын бөліктерден салып отырған дұрыс болады. Астыңғы бөлігіне жақындап қалған кезде біз оны сыртынан тігу үшін алдымен инелермен бекітіп аламыз бір-біріне. Шеттерін қайыра отырып бекітеміз міндетті түрде. Жалпы сосын сыртынан тігіп тастау үшін осылай болу керек. Машинада осылай ақырын инелерді ала отырып тігіп тастаймыз. Жалпы осындай ортопедикалық жастық бізде пайда болды. Енді инені аламыз да әр жерден тесе отырып, мақтаны түйіліп қалған жерлерін дұрыстаймыз. Бұлай жасау өте міндетті, өйткені баланың басында жұмсақ әрі мамық болуы үшін бір жағынан ортопедикалық жастықта мақта өте тығызда орналасуы қажет. Міне осындай бізде ортопедикалық жастық пайда болды. Енді екіншісі жай жастық. Бұл оңай әрине. 3 жағын тігіп аламыз алдымен. Инелермен бекітіп, бір-біріне жылжып кетпес үшін тігіп аламыз. Инелердің бәрін алып, оң қаратамыз. Негізі бұрыштарын қиып алған дұрыс болады. Айналдырған кезде жақсы ұстап тұру үшін формасын. Енді мақтаны осылай үлпілдете сырт жағынан саламыз. Осылай ораймыз, міне видеода көрсетілгендей. Және де шетіне келген кезде ашып айналдырамыз. Немесе бірінші жастықты тіккендегідей сіздер де мақтаны салуларыңызға болады. Осылай, және тағы да керек болса толтырамыз, мамықтата отырып, ақырын. Және де бұның да шетін осылай инелермен бекітіп, ішке қайыра отырып, тігіп тастаймыз. Міне бізде осындай жастықтар пайда болды. Біреуі мамық болса, екіншісі қаттылау келген бастың формасын сақтау үшін. Бесік жабдығымыздың қалған бөліктерін келесі видеоларда көрулеріңізге болады. Рахмет!